Саламатсыздар ма? Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі физика пәні оқытушысы Сагинаева Назгүл Сексенбайқызы. Бүгінгі сабақтың тақырыбы жарықтың интерференциясы. Еліміздің басынан өтіп жатқан пандемия кезінде ұстаздарға үлкен жауапкершілік жүктелген. Ол еліміздің түкпір-түкпірінен келіп білім алатын әр студентке қашықтықтан білім беру. Қашықтықтан білім алып жатқан студенттер өздеріне деген сенімділіктерін арттыруда, ізденіске, шығармашылыққа жетелеуде. Шәкіртсіз ұстаз тол демекші, біздің студенттеріміз жаңа бағдарламалар, ақпараттық технологиялар бойынша ұстаздарды таң қалдыруда. Добрый день. Во время карантина мы, преподаватели и студенты Алматинского государственного колледжа транспорта и коммуникаций, проводим занятия дистанционно. Вот уже на протяжении 4-й недели. За время работы дистанционно мы используем программу Билин. Она очень удобная в обучении и очень легкая, как для преподавателей, так и для студентов. Сәлеметсіздер ма, құрметті отандастар? Бүкіл әлемді алаңдатып отырған мына жағдайда сіздерді Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі ұжымының атынан үйлеріңізге болып тәртіпке бағынуға шақырамын. Сонда ғана бәріміз бірігіп осы қиыншылықты жеңеміз. Ал үйде отырған кезімізде уақытымызды үнемді пайдаланып, білім алып, спортпен шұғылданып, өз-өзімізді жан-жақты дамыту мүмкіндігін жіберіп алмайық. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Сәлеметсіздер ме, құрметті қазақстандықтар? Әлемді жаулап жатқан коронавирус індетіне байланысты Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің ұстаздары да өз үлестерін қосуда. Қашықтан оқытуда балаларға сапалы білім беруге және де сіздерді осы індетке байланысты үйден шықпауға сіздермен бірігіп отырып осы індетті жеңіп шығамыз деген үміттемін. Ғылым иесі ғалымда, ел қорғаған батырда, тілінен бал тамған ақында, тегеуріні темір балқытқан жұмысшыда, егін салған диқанда, мал бағып терін төккен шопанда, көк күмбезінен әр өткен ғарышкерде, бәрі ұстаздан білім, тәлім алған. Мен Мұхтар Мейіржан Айболұлы, Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің оқыту өндірістік шебері, осы үрдісті ұстана отырып, білім беруімді тоқтатпадым. Мен қашықтықтан оқытамын. Біз біргеміз. Еңсесі биік елміз. Бәрін жеңеміз. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Әлемді жаулап жатқан індетке байланысты Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжінің оқыту өндірістік шебері Баян Назарова. Оқу білім жанған шырақ ойласа, үйренерсің іздеп көрсең қалмаса, қу өнерді, бұл белімді, ер сал, айдаларсың, қаужанарсың, қоймасаң деп, Жүсіпбек Аймауыт айтып кеткендей, біз де өзіміздің студенттерді қашықтықтан оқытуды ұстана отырып, білім беруімізді тоқтатпадық. Біз біргеміз. Саламатсыздар ма, қазақ елі? Біз Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі карантин кезімізде қашықтықтан сабақ беріп жатырмыз. Жеті жұрттың тілін біл, жеті түрлі білім біл деген атам қазақ. Осы орайда уақытыңызды тиімді пайдаланып, оқуға, білімге және өз-өзіңізді дамытуға Оқу білім азығы, білім ырыс қазығы демекші, біз болашақ жастарды қашықтықтан оқыту жолындамыз. Бұндай күрделі кезеңде Қазақстан болып бірігіп, бәріміз бірге болайық ағайын. Біз біргеміз. Құрметті қазақстандықтар, құрметті әріптестер. Алматы мемлекеттік көлік және коммуникациялар колледжі әлемде болып жатқан індетті ескере отырып, карантин кезінде қашықтықтан оқытуды қолға алып, студенттермен интернет арқылы тығыз байланыстамыз. Бауыржан Момышұлы атамыз айтқандай, тәртіпке бағынған құл болмайды демекші, тәртіпке бағынып үйде болайық. Я, Сигизбаев Азиз Сигизбаевич, преподаватель Алматинского государственного колледжа транспорта и коммуникаций. Занимаюсь дистанционным образованием.
Білекті бірді жығады, білімді мыңды жығады. Мен қашықтан оқытамын. Мы вместе. Справимся с пандемией вместе. Егілмеген жер жетім, елінен айырылған ер жетім. Біз қашықтықтан оқытамыз. Біз үйдеміз, біз біргеміз. Біз біргеміз. Біз біргеміз. Біз біргеміз. Карантин уақытысында барлығымыз үйде болып, бұл дертті бірге жеңейік. Біз